әр адам түсінсе ғой, күнә жасаған кезде қаншалықты күнәнің ісі, қаншалықты оның иісі жаман екенін. Ғалымдар айтады, оның жаман бір сасық иісі шығады дейді, осы күнәлардың. Кез келген күнәнің жаман сасық иісі бар дейді. Сосын ары қарай бүйтіп жалғастырады. Олар өздерінің жүректерін дейді. Жүректерін байқаса ғой, қаншалықты олар өзінің жүректерін ластап жатқанын дейді. Мысалы, кез келген адам нәжас деген білесіз ғой, мысалы, үлкендер етін нәжас дейікші. Ұлы сөздің ұяты жоқ. Оны ұстауға дәтіңіз бармайды, бірақ оның иісі жаман, е? Оны ұстауға болмайды. Оны ұстай алмайсыз да, адам жиіркенеді. Бірақ ғалымдар айтады, күнәнің иісі бұдан да артық дейді. Бұдан да жаман, бұдан да зор дейді. Осындай күнәнің жаман иісі бар болып тұрып, адамдар қаншалықты дейді, өзінің жүрегін ластауы мүмкін. Әппақ параққа дейді, сияны төккендей солай жүректі жаралайды дейді. Ғалымдар айтады, осы жүректі ластайтын, жүректі састатын нәрсе, үш нәрсе бар дейді. Біріншісі көре алмаушылық дейді. Екіншісі ол дейді тәкаппарлық, үшіншісі ол сараңдық. Осы үш нәрседен абай болу керек.